Сәлеметсіздер ме? Бүгін міне сіздермен Семей педагогикалық институтының профессоры, қазіргі мына Шәкәрім атындағы Семей университетінің профессоры Жолымбаев Оралтай Мұратханұлының мынандай есебін шығарып көрейік. Желіде сыныпты 1 миллиард 280 миллион 401 санының құрама сан екендігін дәлелдеді. Яғни бұның құрама сан екендігі белгілі болып тұр, соны дәлелдеу керек. Енді құрама сан екендігін дәлелдеу үшін біз бұл санды 2 немесе одан да көп көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Ол үшін бұны былай жазып алайық. 1 миллиард 280 миллион қосылған 280 миллион қосылған 401 деп. Енді бұл 121-ші қосылғыш, бұл 128 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі деген сөз. Яғни 128 дегеніміз ол 2-ның 7 дәрежесі. Сонда 10-ның 7 дәрежесі қосылған 401. Немесе басқа айтқанда бұны былай жазып алуға болады. 2 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі, дәреженің қасиетін пайдалансақ қосылған 400 қосу 1 деп. Енді бұны 2 көбейтілген 10-ымыз 20, яғни 20-ның 7 дәрежесі қосылған 400 қосылған 1 деп жазсақ, бізде бұл жерге 400 дегеніміз ол 20-ның 7 дәрежесі, 400 дегеніміз 20-ның квадраты қосылған 1. Енді біз осы жерде 20-ны қосып шегерейік. Және де мына 20-ның 7 дәрежесімен минус 20-ны бірге ұстайық. Онда екеуінен жақшының сыртына 20-ны шығарып жіберуге болады. Онда бізде 20 көбейтілген 20-ның 6 дәрежесі минус 1 қалады. Қосу 20-ның квадраты қосу 20 қосу 1. Енді бұл жерден мына екінші қосылғыштар бізде 20-ның квадраты қосу 20 қосу 1, бұл бізде енді а минус бұның а көп минус б көп деген формуланы еске түсірсек, соның екінші жақшасында а квадрат плюс аб плюс б квадрат деген формула бойынша қарайтын болсақ, онда бізге бұл көптік теңдеуге өте ұқсас. Ал мына жерде осыда шамамен байқаймыз. Ал мына жерде 20-ның 6 дәрежесі минус 1 дегенді біздер былай да жазуымызға болады. 20 көбейтілген 20-ның квадратының кубы минус 1 қосу 20-ның квадраты қосу 20 қосу 1. Енді мына жерде біз қысқаша көбейту формуласын пайдаланамыз. Онда бізде бұл 20 көбейтілген 20-ның квадраты минус 1. Жақшаның ішінде 20-ның квадратының квадраты 4 дәреже қосылған 20-ның квадраты қосу 1. Қосу 20-ның квадраты қосу 20 қосу 1. Бұл тең болады. Енді мына жерде мына формуланы еске түсірейік. Мына екінші жақшамен үшінші көбейткішпен мына сандар байланысты болып тұрады, шамамен түсінікті. Енді бұл жерде мына формуланы еске түсірейік. X-тің 4 дәрежесі қосу x квадрат қосу 1 деген формула бізде екі жақшаға жіктеледі. X-тің квадраты қосу x қосу 1 көбейтілген x-тің квадраты азайтылған x қосу 1 деген осындай жақсы бір формула бар. Осы формуланы пайдаланатын болсаңыздар, онда біздегі жоғарыдағы өрнектен 20 көбейтілген 20-ның квадраты минус 1
жақшаның ішінде, яғни 20-ның квадраты қосылған 20 қосу 1 көбейтілген 20-ның квадраты қосу азайтылған 20 қосу 1 қосу 20-ның квадраты қосу 20 қосу 1 қалады. Енді мына екеуі бізде ортақ, осы ортақ кешіңіздер. Мына екеуі ортақ көбейткіш болып табылады. Сондықтан оны жақшаның сыртына шығарып жіберсеңіздер болады. 20-ның квадраты қосылған 20 қосу 1 жақшаның сыртына шығады. Жақшаның ішінде қалатыны 20 көбейтілген 20-ның квадраты минус 1 көбейтілген бізде көбейтілген 20-ның квадраты минус 20 қосу 1 және де қосу 1 қалады. Тең. Енді бұны есептейтін болсаңыздар, мынау бізде 421-ді береді, көбейтілген. Ал мына жақшаның ішіндегі өрнек бізге 3.040.381 деген сан береді. Міне, біз құрама сан екендігін дәлелдедік. Және екі санның көбейткішіне жіктеп бердік. Жақсы. Егер де осы видео ұнаса сіздер лайк басыңыздар. Басқа да дәлелдеу жолдар болса онымен бөлісіңіздер. Және менің каналыма жазылуға шақырамын. Жақсы, сау болыңыздар.